Трейдингтан көп ақша табу үшін не істеу керек? Жалпы сіз оны білесіз бе? Мен жалпы біршама жолын білем, оны мен сізге видеоның соңында айтатын болам. Жалпы трейдингтан көп ақша табу үшін мына үш тәсілдің біреуін қолдануыңыз керек болады. Ол қалай десек, ол жалпы бірінші сіз анализді мықты жасай алуыңыз керек. Ол үшін сізге бірінші уақыт керек және де үлкен жұмыстар жасауыңыз керек болады. Яғни сіз жоқ дегенде 3 немесе 6 айда сіз анализ жасап үйрене аласыз. Енді орташа деңгейде бір бастап кете аласыз. Егер бір жаңағыдай жақсы түсіну қабілетіңіз мықты болатын болса, әрі қарай бір профессионалды түрде трейдер, мықты анализ жасай алатын адам болу үшін сізге как минимум 2-3 жыл уақыт қажет болады жалпы. Сол үшін де одан кейін барып жалпы сіз бұл жерден өте көп ақша таба аласыз. Трейдингта жалпы көп адамнан естіген болсаңыз керек, жалпы мықты трейдерлер айтады, трейдинг саласында жалпы 5% адам ғана табыс табады. Қалған 95% минусқа кетеді. Яғни бұл жерде мықты профессионал мамандар ғана ақша табады, және ол тапса өте көп ақша табады. Енді екінші тәсілі бар, енді оған ол деңгейге жете алмаймыз деп естісек, ботпен жұмыс жасауға болады. Бот деген не ол? Бот деген былайша айтқанда жай ғана сіздің айтқаныңызды орындап отыратын, яғни бір құрал десек болады, болды. Енді ботқа да сіз бәрібір базовый деңгейде анализ жасай алуыңыз керек болады. Сол үшін де ол жерге де как минимум сізге бір 3-4 ай немесе 5 ай уақыт қажет болады. Содан кейін барып сіз енді ботты бастап кету үшін басында сразу бастап кете аласыз, бірақ ол жерден дұрыс табыс таба алмауыңыз мүмкін. Сіз ол ботқа дұрыс стратегия енгізіп беруіңіз керек болады. Яғни, бірақ ол ботта да риск бар сәйкесінше. Ол жерден табысқа шығу үшін жалпы 3-4 ай уақытыңызды тоже жоғалтуыңыз керек болады. Ендігі бір үшінші нәрсе бар, ол стратегия деген. Стратегиялардың өзі өте көп түрге бөлінеді. Рискпен, көп жағдайда рискпен болады стратегиялар, бірақ стратегиялар жақсы жұмыс жасайды. Яғни бұлай баға көтеріліп келе жатқан кезде ол міндетті түрде мынандай жағдайда көп жағдайда түседі деген сияқты, ол бір стратегия. Яғни ол адамдардың бір өзінің пландары сызып қойған. Ол көп жағдайда сондай ситуацияларда дұрыс келіп отырады. Яғни ситуацияларды аңду арқылы башқында стратегия шығарады. Енді дәл осындай стратегия шығарудың арқасында біз өте бір стратегия, мықты бір стратегия тапқанбыз. Сол стратегия жайлы айтқым келеді. Ол стратегия қалай? Ол стратегияда 100% прям минус жоқ. Яғни сіз қандай жағдайда болсын, сіз, например, баға көтеріледі деп есептесеңіз, баға көтеріледі деп ақша салсаңыз, сәйкесінше баға түсіп кетіп жатса да, сіз сол жерге точка өзіңіздің стратегияңыз, яғни пландарды сол жерге былайша айтқанда әдемілеп тұрып құрып тастаймыз. Сол құрып тастаған планның арқасында біз ешқандай да минусқа кетпейміз. Яғни тек қана плюсқа шығып отырамыз. Оған дәлел мына студенттеріміз көрсеңіз болады. Міне актуальныйда да тұр, өзіңіз де көрсеңіз болады. Барлық жалпы Instagram парақшаға өтіп, актуальныйға табысты отзыв деген кірсеңіз, осыдан алдын 2 поток студенттер жинап алған болатын. Жалпы сол студенттерімнің бұл нәтижелері. Осы нәтижелер жалпы дәлел ретінде сіздерге көрсетіп жатырмын. Жалпы осындай табысты рисксіз трейдингтан тапқыңыз келсе, онда маған Инстаграмға жазыңыз, және де Инстаграмға тіркеліп алыңыз. Одан басқа да біздің осы салып атқан видеоларымыз сіздерге пайдалы болып жүрген болса, міндетті түрде осы YouTube арнамызға тіркеліп алып, лайктарыңызды басып, бізді қолдап жүріңіздер, және де комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып жүріңіздер. TikTok парақшамызға да тіркеліп қолдап жүрсеңіздер керемет болар еді. Жалпы біз бұндай ақпараттар әлі алдағы уақытта шығарамыз, бұндай стратегиялардың түрлерін, олармен де біз бөлісетін боламыз. Сондықтан да YouTube парақшамызға тіркеліп алыңыздар, және де Instagram парақшамызға міндетті түрде. Ол жақта біз күнделікті жаңалықтарымызды салып отыратын боламыз. Сау болыңыздар.